жұмыс уақыты да аяқталыпты ғой. Самұрық. Сәлем, Зымыран. Қалайсың? Неге көңіл күйің жоқ? Самұрық, мен бүгінгі жарысқа қатысқан едім. Тежегішім істен шығып қалды. Көліктердің соңынан келдім. Ештен етпейді, Зымыран. Бұл сенің қатысып жатқан алғашқы жарысың емес қой. Жеңістер әлі алда. Тежегішімді жөндеп бересің бе, Самұрық? Әрине, Зымыран. Сол да сөз болып па? Жер. Рахмет саған, Самұрық. Маған көп көмектестің. Хей! Мұнда не болып жатыр? Алып сағатымыз бұзылып істен шығыпты. Таңертең сағатымыздың дыбысынан оянушы едік қой. Бүгін бәріміз ұйықтап қалып, біріміз оқуға кешігіп, біріміз жұмыстан қалып, осындай ретсіз жағдай болып жатыр. Расында да, қалашықта алып сағаттан басқа сағат тек менде ғана бар ғой. Көмегім керек болып тұр екен. Енді қайттық. Сағатты қалай жөндейміз? Сағатты мен жөндеймін. Жарайсың. Зымыран, бер келші. Көліктер қалашығына енді сенің көмегің қажет. Қалайша? Екеулеп мұна алып сағатты жөндейік. Менің қолымнан келмесеші. Қасыңда супер-көлік Самұрық тұрғанда еш нәрседен қорықпа. Жарайсың. Жарайсың, Зымыран. Жарайсың. Жарайсың, Зымыран. Енді сағатты түзейік. 10-ға 15 минут қалды деп бұрап түзет. Зымыран қара, сағат тілдерінің ұзындықтары әртүрлі. Бірі сағатты 1 минутты көрсетеді. Кей сағаттардың тілшігі секундты да көрсетеді. Мына ұзын тілшік 5 рет қозғалғанда 5 минут болады. Ал 5 минуттың 3 жиынтығы 15 минутты көрсетеді. Сенің түзеткенің 5 минуттың 2 жиынтығы және сағат тілшігі 9-ды көрсетіп тұр. Ал бізге 10-ға 15 минут қалды деп түзету қажет. Түсіндің бе? Рахмет, Самұрық. Сағаттың осы минут, сағат көрсететін тілшіктерін шатастыратын едім. Сен маған өте түсінікті етіп түсіндіріп бердің. Рахмет. Енді ұйқыдан да оянатын болдық. Жұмыс уақытының аяқталғанын да білетін болдық. Жарайсыңдар. Зымыран, нағыз жеңіс осы. Елдің алғысы.